Сәлеметсіңдер ма балалар? Назар аударамыз, үш шапалақ соғамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты мынандай экспериментке назар аударыңдар. Бөтелкенің ішінде ауа бар. Егер бұның басына біз шар кигізетін болсақ, және оны сыртынан ыстық су құятын болсақ, қандай құбылыс болатынын бақылаңдар. Ал балалар, қандай құбылыс болып жатыр? Бөтелкенің ішінде ауа бар. Бөтелкеге ыстық су құйған кезде бөтелкенің ішіндегі ауа әсерінен шар үрленді. Бұл газдың өзі тұрған ыдыстың қабырғасына қысым түсіру, яғни молекулалардың қозғалыста болатынын көрсетеді. Жақсы, отыра ғой. Қандай құбылысты байқадыңдар? Температураны арттырғанда микробөлшектер үздіксіз және қиылысты қозғалысы болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз молекула қозғалыс жылдамдығының дене температурасына тәуелділігін жетіп меңгеру. Жақсы, отыра ғой. Ал енді балалар, бүгінгі біздің тақырыбымызға келейік. Біздің тақырыбымыз бүгінгі молекула кинетикалық теорияның негіздерін, қағидалары. Сабақтың мақсаты температура мен молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының байланысын сипаттай алуымыз керек. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын біз сендермен төменгі сыныпта білеміз, иә? Кім атап өтеді? Ең бірінші қағидасы ол барлық денелердің микробөлшектердің болуы, екінші қағидасы денелердегі микробөлшектер үздіксіз және хаосты қозғалыста болуы, және үшіншісі денедегі микробөлшектер өзара әсерлесуі. Жақсы, отыра ғой. Біз енді осы қағидаларды жоғары сыныптарда ары-қарай атомдар немесе молекулаларда. Дененің массасын табу үшін сол дененің бір молекуласының массасын сол дененің молекулалар санына көбейтеміз. Екінші, денедегі молекулалар үздіксіз және хаосты қозғалыста болады. Формулаға қарайтын болсақ, орташа квадраттық жылдамдық тек V тең түбір астында 3 қатты бөлінген m0. Үшінші қағидасы дене бөлшектерінің арасында тебілу және тартылыс күштері бар екен. Идеал газдың абсолют температурасына байланысты кинетикалық энергиясы 2-ден 3 каттыға тең. Ал енді жылдамдыққа байланысты m0 квадрат бөлінген 2-ге тең. Егер осы кинетикалық энергияларын теңестіретін болсақ, мына бөлімдегі екілерді қысқартып жібереміз, сонда біз орташа квадраттық жылдамдықты ала береміз. V тең түбір астында 3 қатты бөлінген m0. Осы қағидаларды растайтын мынандай экспериментке назар аударыңдар. Бөтелкенің ішінде уксус бар. Енді осы бөтелкенің аузына шар кигіземіз. Шардың ішіне сода саламыз, иә? Егер мен бөтелкенің ішінде уксус пен соданы араластыратын болсам, қандай құбылыс болатынын бақылаңдар. Қандай құбылыс болып жатыр? Бұл диффузия құбылысы. Диффузия құбылысының әсерінен шар үрленді. Ал диффузия құбылысы дегеніміз екі заттың молекулаларын кесіміз. Өте жақсы. Тағы да? Бұл газдың сығылыштығы, яғни дене молекулаларының арасында үлкен қашықтық бар екенін көрсетеді. Тағы да? Газ кез келген көлемде қалады. Ал газ? Бұл жерде қысқа мерзімде реакцияға түседі. Жарайсыз. Келесі сызбат. Бұл экспериментте біз молекулалардың дөңгелекке, яғни хаосты қозғалуын байқаймыз. Келесі тапсырмамыз артығын алпысты әдісі арқылы топтық жұмыс жасайсыздар. Кітапта молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін деректер келтірілген. Осы деректерді суреттермен байланыстырып тұжырымдайсыздар. Топтық жұмысты жасағанда экрандағы дескрипторға қарайсыңдар. Яғни негізгі қағидаларын ажырату керексіңдер. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдемесін сипаттай алу керексіңдер. Және молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдемесін тұжырымдай білу керексіңдер.